Абай Құнанбайұлы. 19 ғасырдың екінші жартысында философ, ақын, ағартушы дүниеге келеді. Тарих оны жадына сақтап қалған. Әрбір сөзі нақыл мен ақыл. Бүгінде әр үйде оның сөзімен қыз, ұлдар бой түзеп келеді. Абай бол, сақ бол, дана бол дейді бүгінде. Шынында Абай бізге не қалдырды? Біз құлақ асып келеміз бе? Ендеше сауал мынада. 45 қара сөзінде не туралы айтады? Абайдың барлық шығармасы әлеуметтік мәселелерді шешу жолындағы адамдықтың маңызын көрсетуден тұрады. 100 жыл оның сөздерін ескертпеді. Керісінше, адамдықты дәріптеуде үнемі Абайдың сөзіне ораламыз. Ал қысқаша мазмұнымен түйінге тоқталып өтейік. Бірінші сөзі алғы сөз. Неге сөз жазуды қолға алғанын айтады. Ел бағудан бас тартып, мал бағуды жөн көру Абайдың ісі емес еді. Ғылыммен айналысу, не болмаса балаға ұстаздық ету қарттық шағында жақпайтынын білген соң осы сөз жазуға, ендігі жұмысым сол болды деп тоқталады. Екінші қара сөзінде өзге адамдарды менсінбей тіпті мазақ қылатын жағымсыз қасиет туралы ой тарқатады. Бала кезінде Сарт ноғайларды мазақтағанда әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім дей келе, енді қарап тұрсам, Сарттың екпеген егіні жоқ, саудагердің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Біздің айтуға тұрарлық қандай еңбегіміз бар? Бағанағы қуанған күлгенім қайда қалды деп ойланады. Міне, құндылықтар өзгерсе де Абай сөзінің мағынасы жоғалмады. Қысқасы, ол өзгені аңдығанша өз бойыңды түзе дейді. Үшінші сөзінде, адамдар неге қызметке таласқыш, бірінің тілеуін бірі тілеспейтінінің себебін іздейді. Хәммә ғаламға белгілі данышпандар әлде қашан байқаған, әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Бұл Абайдың көкейінде жүрген, көп оқудан түйілген ғой. Шынында ойлап қарасақ, келісуге тура келеді. Ал себебі мұның бәрі күн көрістің қамын ғана ойлағандықтан. 4 аяқты малды көбейтеміннен басқа ой жоқтығынан өзге егін, сауда, өнер, ғылым, солар секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де, балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ. Өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Ал егер оқыса, ізденсе, білсе, шамнан шырақ жанып, мейірімді жүрек оянар еді. Өмір өткінші. Бүгін барсың, ертең жоқсың. Сондықтан арайлап атқан әр таңды ардақтап күтіп ал, арқалап шығарып сал. Құр жіберме. Абай бұл сөзінде уайымсыз бос күлкіге салынба, күлкіден безіп уайымға батпа дейді. Саналы өмір сүр, кейін кеш болады. Әр нәрсенің өлшемін біл. Алдыңа мақсат қойын, санаға жету үшін еңбек қыл. Пауло Коэльо айтады. Бір күні таңертең оянсаң, арманыңды орындайтын уақыттың қалмағанын түсінесің. Кеш болады, сондықтан оны қазір баста. Бос күлкімен жүрісті таста. Қазір дамыған елдер ғарышқа ұшып жүр, айға барып суретке түсіп жүр. Кезінде ол қиял еді. Құс боп ұшу фантастика болатын. Бүгінде құстар ұшатын биіктіктегі көріністі бәрі де көре алады. Бұл сөзінде
сезімге беріле бермей, бір мезгіл ғылым мен білімге көңіл бөлуді ұмытпа дейтіндей. Тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам же. Сонымен бейне жазбамызды аяқтап қорытындылайық. Біз Абайдың 45 қара сөзінің алғашқы бесеуінен не түйдік? Бірінші, 45 қара сөзін жазуға не үшін кіріскенін айтады. Екінші сөзінде қашанда өз болмысыңды тәрбиелеумен айналыс дейді. Үшінші сөзінде бір-бірлеріңе жанашыр тілеулес бол дейді. Төртінші, өзіңе берілген уақытты құр жібермеуге тырыс дейді. Бесінші, оқы және оқы. Оқу ғана даналыққа жеткізеді. Құндылықты жоғары ұста.